шындады деген сөзді міндетті түрде ең бірінші айтты. Қыз болса да ер жігіттің жүгін көтерген Фариза Оңғарсыманы бүгінгі күннің махамбеті деп теңеп білесіздер. Ал енді сіздерге сұрақ, бүгінгі күннің абайы кім? Ақымыздың ақысы. Оған неге керек деп еді? Инеге жете ме екен? Оған он емесі, саған үлкен қазан. Жазып шыққаның дұрыс қой деп маған айтты. Себебі бұл адамның шығармашылығын көп адамдар білмейді. Сондықтан оны қаңтардың мұғалімдер әдістемесін жасап деген маған талап қойды. Мен сол